Қазіргі заманда бір жағынан зиянды, ал бір жағынан пайдасы да бар заттарды жиі кездестіруге болады. Солардың бірі электронды темекі. Көптің аузындағы мағлұматқа сенсек, ол темекі шегуді қоя алмай жүрген жандарға таптырмайтын зат. Сонымен қатар, темекіні зиянсыз алмастыратын құрал ретінде сипатталады. Осы тұрғыдан алар болсақ, электрон темекі мүлдем зиянсыз зат па? Бұл видеода осы туралы қарастырып көрейік. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Электронды темекі құрамында никотині бар дисперсиялық қош иістендіргіш сұйықтықпен толтырылған құрылғы. Электронды темекі құрылым мен өнімі үлесіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Оны шегу кезінде одан темекі түтініне ұқсас бу шығады. Ол ультрадыбысты тоңазатқыш сұйықтықтан бу генераторының жұмысына байланысты пайда болады. Электронды темекі не береді? Бұл құрылғының зияны мен пайдасы. Бұл құрылғының жоғарыда аталған пайдалы қырларына қарамастан, оның адам ағзасына әсерін оң деп тану қиын. Ғалымдар көптеген эксперименттер мен зерттеулер жүргізіп, электронды сигареттің оны шегетін адамның ғана емес, оның айналасындағылардың да денсаулығына зиянды екенін растады. Темекі ішіндегі сұйықтың құрамында белгілі бір мөлшерде никотин бар. Ол тыныс алу жүйесіне тез енеді. Содан кейін ол қанға сіңіп, оның көмегімен бүкіл денеге таралады. Миға жеткен никотин бүкіл орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Қайта қалау әдетін тудырады және дененің барлық ішкі жүйелеріне теріс әсер етеді. Көптеген патологиялардың дамуын қоздыратын болады. Сонымен қатар, негізгі мәселе темекі шегуге деген тәуелділікті тудырады. Оны психологиялық жағынан ғана емес, физикалық тұрғыдан да тәуелдігін асқындырып жібереді. Электрондық темекі тазартылған никотинмен және иісі мен дәмі жағымды қоспалармен толтырылған, бірақ олар денсаулыққа кері әсерін тигізбесе, жақсартпайтыны хақ. Электронды темекі зиянды ма, әлде пайдалы ма деген сұраққа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бір жақты жауап бере алмайды. Өйткені әртүрлі компаниялар құрылғыларды өздерінше жасайды. Дегенмен, дәрігерлердің ұстанымдары бір күмәнді алмастырғыштарды пайдаланғаннан гөрі темекі шегуге тәуелдікті толығымен құтылған жақсы деп кеңес айтады. Электронды темекінің пайдасы, ғалымдардың айтуынша, электронды темекі кәдімгі темекіге қарағанда зияндылығы тұрғысынан аздау. Электрон темекі тағы да қайталайық. Ішіне сұйық ерітінді құйылған, ауыстырылатын картрижі бар және никотин жеткізетін электрондық жүйеге жататын құрал болып табылады. Оның буында адам денсаулығына зиянды химикалық заттар бар. Олар формальдегид, ацетальдегид, карбол қосындысы және түрлі ауыр металдар. Олардың барлығы адам денсаулығына кері әсерін тигізбей қоймайды. Олай болса, электронды темекі не үшін қауіпті? Электронды шылымның құрамындағы никотин теңіз сіңіп 8 секундтың ішінде миға тарайды. Никотин қан тамырларын таралуына ықпал ететіндіктен барлық ағзаларды қанмен қамтамасыз ету нашарлап, бірінші кезекте жүрек қан тамыр ауруларына, инсультқа әкеліп соғады. Жүкті әйелдің ағзасындағы никотин түсік тастау және ерте босану қаупін арттырып, ұрыққа ауа жетіспеуіне әкеліп соғады. Никотин жасушаларының өзгеруін тудырады және келесі ұрпақтарға бұл өзгерістер көбейе береді. Электронды темекінің құрамындағы химикалық заттар қауіпті ісік ауруына шалдықтыруы мүмкін. Электронды темекінің түтіні де улы заттар болғандықтан адамдарға, әсіресе балаларға өте қауіпті. Электронды темекіні шеккендегі психологиялық тәуелділіктің даму қаупі басқа темекі өнімдерін тұтынғанмен бірдей болады. Сол себепті бұл темекіні әуестенбес бұрын денсаулығыңызға кері әсерін тигізетінін ұмытпағаныңыз жөн. Сонымен қатар, кәдімгі темекі түтіні мен электронды темекі түтінін салыстыратын болсақ, оның айналадағы жұтынушыларына да салыстырмалы түрде азырақ зиянырақ етеді екен. Электрондық темекінің адам денсаулығына зияны никотин бірінші тыныс алудан кейінгі қанға енеді. Бұл ағзада және психологиялық тәуелдікке көптеген жағымсыз салдар тудыратын қауіпті есірткі заты болып табылады. Көбінесе ол жүрек тамыр жүйесіне әсер етеді. Склеротикалық және басқа да патологиялардың дамуы
жануын тудырады. Бүйрек және бүкіл шығару жүйесі де өкпені айтпағанда қатты зардап шегеді. Сондықтан да міндетті түрде қолданбас бұрын өз денсаулығыңызды мұқият ойлағаныңыз абзал. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емделу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.